Күздүм салқын таңы Алматының шеткі аудандарындағы екі қабатты, қызыл кірпіштен қаланған еңселі үйдің терезесін қағып тұр. 70 жасқа келген Майра апай төсегінен өте ауыр, белі мен тізесінің сырқыраған ауруына шыдай алмай, ымырси оянды. Ол басына ақ орамалын мықтап тартты да, айналасына көз салды. Үйдің іші тып-тыныш. Бұл тыныштық жай ғана дыбыстың жоқтығы емес, адамның жанын жегідей жейтін, сүйектен өтетін ызғарлы, ауыр тыныштық еді. 7 бөлмелі дәу үйде одан басқа тірі жан жоқ. Кек қабырғадағы ескі ағаш сағаттың тық-тық еткен үні ғана осы қаңыраған кеңістікте уақыттың әлі де тоқтап қалмағанын еске салып тұрғандай. Майра апай аяғын төсектен салбыратып түсіріп, төсектің жанында тұрған жұмсақ тәпішкесін іздеді. Аяғы тәпішкеге ілінгенде ол терең күрсінді. Осыдан 20 жыл бұрын бұл үйде өмір қайнап жататын. Таңертең ерте тұрып, ас бөлмесінде қазан ошақтың басында жүгіріп жүретін Майраның даусы бүкіл үйді жаңғырықтыратын. Ол өте қатал, талапшыл, өз дегеннен қайтпайтын шаңырақтың нағыз билеушісі еді. Ал қазір сол биліктің, сол тәкаппарлықтың орнында тек өкініштен өртенген, жалғыздықтан қажыған кәрі жүрек қана қалды. Ол орнынан әзер тұрып, үстіне жылы халатын ілді де, баспалдақпен төмен қарай баяу түсе бастады. Әрбір басқан қадамы сайын ағаш баспалдақ сықырлап, үйдің ішіне жаңғырық болып тарайды. Бұл баспалдақпен кезінде оның жалғыз ұлы Олжас жүгіріп түсіп, «Анашым, таңғас дайын ба?» деп еркелейтін. Сол кездегі баласының күлкісі, оның аяқ киімінің тырсылы дәл қазір Майраның құлағына естілгендей болды. Кемпір баспалдақтың жақтауына сүйеніп, көзін жұмды. Тамағына өксік тығылды. Бірақ ол жылауға да қорқатын. Армысыздар, сіздермен Тағдыр тыныс арнасы. Егер менің айтқан оқиғаларым ұнап жатырса, лайк басып, комментарийге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер. Және де қай қаладан тыңдап отырғандарыңызды жазыңыздар. Маған сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Сол үшін төмендегі каналға жазылу батырмасын басып кетсеңіздер. Өйткені көз жасы оның ішіндегі қорғасын болып қатқан ауыр дертті жуып шай алмайтынын жақсы білетін. Ас бөлмесіне кірген соң Майра электр шайнекті қосты. Үстелдің үстінде кешегі ішілмей қалған жарты кесе шай мен қатып қалған бір тілім нан жатыр. Өзіне ғана арнап тамақ пісіру, дастархан жаю, оған баяғыда қызықсыз болып қалған. Ол терезенің алдына келіп, сыртқа көз салды. Көшеде күзгі жапырақтарды жел ұшырып, ары-бері сапырылыстырып жатыр. Көрші үйдің қақпасынан жас келіншек екі кішкентай баласын жетектеп, мектепке қарай асығып барады. Балалардың бірі анасының қолынан жұлқынып, екіншісі бірдеңені айтып, сыңғырлай күліп барады. Бұл көрініс Майраның жүрегіне қанжардай қадалды. Ол да дәл осылай немерелерін жетектеп, олардың шашынан иіскеп, мектептен күтіп алуды қаншалықты армандады десеңізші. Бірақ бұл бақытты ол өз қолымен, өз тілімен жоқ етті. Шәйнектің суы қайнап, сырт етіп өшкен дыбыс оны ауыр ойларынан жұлып алды. Майра кесеге шай құйып, үстел басына отырды. Оның көзі төрдегі шкафта тұрған үлкен фотоальбомға түсті. Бұл альбомда оның бүкіл өмірі, жастық шағы, күйеуі Асан екеуінің осы үйді қалай салғаны, бейнетпен тапқан бейнелері сақталған. Ол орнынан тұрып, шаң басқан альбомды қолына алды. Мұқабасын сипап, ішін ашты. Алғашқы бетте өзінің 25 жастағы кезімен жолдасы Асанның суреті. Асан өте момын, еңбекқор, бірақ үйдегі барлық шешімді Майраға беріп қойған. Жұмсақ мінезді адам болатын. Олар жастық шақтарында көп қиындық көрді. Талай түндері ұйықтамай базарда сауда жасады. Тиындап, ақша жинап, осы үлкен еңселі үйді тұрғызды. Майраның мінезі сол базардағы сауда жылдарында қатты қатайып кеткен еді. Ол ақша табуды, бай болуды, жұрттан қалыспауды өмірінің басты мақсатына айналдырды. Адамды ақшамен жағдай ғана құрметтетеді деген қағида оның санасына әбден сіңіп қалғанды. Ол үйдегі барлық нәрсені өз бақылауында ұстады. Күйеуі Асан оның бір сөзін екі етпейтін, ал ұлы Олжас болса, анасының қабағына қарап өсті. Майра ұлына ем жақсы киімдерді алып берді.
ең қымбат мектепте оқытты. Бірақ оған ең басты нәрсені, еркіндік пен өз таңдауын жасау құқығын беруді ұмытып кетті. Альбомның келесі бетін аударғанда Майраның саусақтары дірілдеп кетті. Онда студент кезіндегі Олжастың жарқырап күліп тұрған суреті бар еді. Қандай сымбатты, қандай ақ көңіл жігіт еді. Олжас әкесіне тартып, өте мейірімді, адамның көңіліне қарап тұратын жайдарлы жан болды. Майра оны әрқашан өз дегенімен жүргізгісі келді. Сен мына мамандыққа түсесің, сен мына достармен араласпайсың, сен тек мен айтқандай өмір сүресің деген бұйрықтар Олжастың құлағына күнде құйылатын. Жігіт анасының көңілін қалдырмау үшін бәріне көніп жүрді. Бірақ адамның жүрегіне бұйрық жүрмейтінін Майра ол кезде түсінбеген еді. Барлық бәле сол бір қарғыс атқыр күзгі кеште басталды. Ол кезде Олжас университеттің соңғы курсында оқитын. Үйге қуанып, жүзі бал-бұл жанып кіріп келген ұлы анасына үлкен жаңалық айтқысы келетінін жеткізді. Анашым, мен бір қызбен кездесіп жүрмін. Оны қатты жақсы көремін. Жақында сіздермен таныстырғым келеді, деді ол ұяла күлімсіреп. Майраның жүрегі сол сәтте бір түрлі суып кетті. Ол өз ішінен ұлына әлдеқашан қаладағы ең бай, ең беделді отбасының қызын таңдап қойған болатын. Бірақ сыр білдірмей, жақсы, әкел, көрейік кімнің қызы екен деп жауап қатты. Келесі аптаның демалысында Олжас үйге өзінің сүйіктісін ертіп келді. Қыздың есімі Зылиха еді. Бойы кішкентай ғана, көздері мөлдіреген, үстіне өте қарапайым, арзан матадан тігілген көйлек киген, ұяң қыз болатын. Майра қызды босағадан аттаған сәттен бастап-ақ, бастан аяқ сынай жиіркене қарады. Дастархан басындағы әңгіме Майра үшін нағыз сот отырысына айналды. Зылиханым сөзінен оның атанасы ерте қайтыс болғаны, ауылдағы кәрі әжесінің қолында өскені, қазір жатақханада тұрып, түнделетіп еден жуушы болып қосымша жұмыс істейтіні белгілі болды. Бұл ақпарат Майраның төбесінен жай түскендей әсер етті. Оның көз алдында өзі құрған үлкен Импетерсбург, байлық, бедел, бәрі осы бір кедей, тұл жетім қыздың кесірінен құрдымға кетіп бара жатқандай көрінді. Менің жалғыз ұлым, менің ханзадам осындай қайыршыға үйлену керек пе? Жоқ, бұған ешқашан жол бермеймін, деп іштей бекінді ол сол жерде-ақ. Қыз кешкісін кетіп қалғаннан кейін үйде үлкен жаңжал басталды. Олжас, есіңді жи, ол саған тең емес, деп айғайлады Майра сол түні. Мен сені осындай жалаңаяқ жетімге қор ету үшін өсірдім бе? Оның несі бар? Тіпті артына қарап ұялатын бір туысы жоқ. Ол сенің ақшаңа, мына біздің зәулім үйге қызығым жүрбен қул түлкі. Олжас өмірінде бірінші рет анасына қарсы шықты. Оның дауысы дірілдеп, бірақ нық шықты. Анашым, олай демеңіз. Зылиха өте жақсы адам. Ол менің байлығыма қызықпайды. Ол менің өзімді жақсы көреді. Мен онсыз өмір сүре алмаймын. Біз бәрібір үйленеміз. Майраның көздері шарасынан шыға жаздады. Оның тәкаппарлығы мен эгоизмігін жегіне жеткен еді. Ол үстелді қойып қалып, өзінің өміріндегі ең үлкен, ең кешірілмес қателігін жасады. Ең ауыр сөзді айтты. Егер сен сол қайыршыны таңдасаң, онда мені анам деп санама. Мына үйдің табалдырығын аттаушы болма. Сендей ұлым жоқ менің, түсіндің бе? Не ол, не мен, таңда. Олжас үнсіз қалды. Оның көзінен екі тамшы жас домалап түсті. Ол анасының бетіне ұзақ, өте мұңлы жанармен қарап тұрды да, бөлмесіне кіріп кетті. Майра іштей, қазір райынан қайтады, менің сөзімнен шыға алмайды, қорқады деп, өзіне өзі сенімді болып отырды. Бірақ жарты сағаттан соң, Олжас қолына кішкентай жол сөмкесін ұстап төмен түсті. Ол анасына бір ауыз сөз айтпастан сыртқы есікті ашты да, қараңғы түннің ішіне сініп кетті. Есіктің тарс етіп жабылған дыбысы бүкіл үйді дірілдетті. Сол дыбыс Майраның жүрегін жарып жібергендей болды. Бірақ оның тәкаппарлығы сол кезде де жеңіс бермей, шаштан өлгенде өзі қайтып келеді, алдыма жорғалап, деген оймен өзін жұбатты. Ол қайтып келмеді. Бір ай өтті, бір жыл өтті.
5 жыл өтті. Олжас мүлдем хабарсыз кетті. Асан, байғұс әкесі, баласының күйігіне шыдай алмай, күннен күнге солып, көп ұзамай жүрек талмасынан дүние салды. Күйеуінің өлімнен кейін Майра осы үлкен үйде өз байлығымен, өз тәкаппарлығымен жеп-жеке, жападан жалғыз қалды. Майра апай альбомды жауып, екі қолымен бетін басты. Оның оқтары селкілдеп, кеудесінен ауыр өксік атылып шықты. 20 жылдық сағыныш, 20 жылдық өкініш, 20 жылдық азап, оның тұла бойын өртеп бара жатты. Олжас қазір қайда? Тірі ме екен? Зылиха, екеуі не болды екен? Балалар бар ма екен? Бұл сұрақтар оның миын күн сайын, сағат сайын кемірет, бірақ жауап жоқ. Тек қабырғадағы сағаттың тық-тық кеткен үнімен, терезеден ұлыған күзгі желдің дауысы ғана оның жалғыздығына серік болып тұрды. Ол өзінің байлығы да, зәулім үйі де, беделі де осы бір сәттегі бұл баласының құшағындағы жылулыққа, оның анашым деген бір ауыз сөзіне татымайтынын енді ғана тым кеш түсінген еді. Майра орнынан ауырсына көтерілді. Бүгін ол бұрынғыдай үйде қамалып отыра алмайтынын сезді. Ішкі бір түйсік оған сыртқа шығу керектігін, баяғы қателіктің түйінін шешу үшін қандайда бір қадам жасауға тиіс екенін сыбырлағандай болды. Ол ақ орамалын қайта түзеп, үстіне қалың күртешесін киді. Есікті құлықтап жатқанда қолы қатты дірілдеді. 20 жыл бойы іздеуге намысы жібермеген баласын енді қайдан табады? Алматыда үлкен шаһарда Олжас пен Зылиханың ізін қалай кеспек? Көшеге шыққанда күздің салқын ауасы бетін қарып өтті. Аялдамаға қарай беттеген Майраның ойында кек бір ғана мақсат тұрды. Олжастың бұрынғы оққан университетіне барып, ескі мұрағаттан немесе таныстарынан қандайда бір дерек іздеу. Автобус іші адамға толы. Жастар жағы құлаққап киіп телефондарына үңілген. Ал үлкендер терезеге телміріп, өз ойларымен әуре. Майра терезе жақтағы бос орынға жайғасты. Оның жанары көшедегі ғимараттарға түскенімен, көз алдында бұрынғы сәттер тізбектеліп жатты. Ол өзінің қаншалықты қатыгез болғанын, ақша мен атақтың буына қалай елткенін енді ғана толық сезініп келе жатқандай. Университет ғимараты еш өзгермепті. Сол баяғы зәулім бағаналар, кең дәліздер. Майра ішке кіргенде студенттердің улап-шулаған даусы құлағына түрпідей тиді. Баяғыда Олжас та осы дәліздерде күні бойнап жүруші еді. Ол мұрағат бөліміне зорға жетті. Есікті қағып ішке кіргенде көзі зүлдірік таққан, жасы 50-лер шамасындағы әйел қарсы алды. Сәлеметсіз бе? Менің іздеп келгенім осыдан 20 жыл бұрын осында оқыған ұлымның құжаттары еді. Мүмкін оның кейінгі тағдыры туралы қандайда бір мәлімет табылып қалар, деді Майра даусы дірілдеп. Мұрағатшы әйел оған таңырқай қарап, апай, 20 жыл бұрынғы құжаттардың көбісі ескі қорға өткізілген, аты жөні кім еді, деп сұрады. Олжас, Асанов Олжас, заң факультетінде оқыған, деді Майра, үміт 30 жыл тете қалғандай болып. Мұрағатшы әйел компьютеріне шұқшиып ұзақ іздеді. Майраның жүрегі кеудесіне сыймай дүрс-дүрс соғып тұрды. Әрбір секунд оған ғасырдай көрінді. Бір кезде мұрағатшы басын көтеріп, ауыр күрсінді. Апай, Олжас Асанов туралы мәлімет бар. Ол оқуын толық бітірген. Бірақ мұрағатшы сөзін кібіртіктеп тоқтатты. Бірақ не? Не болды оған? Айтыңызшы. Майра үстелге жақындай түсті. Көздерінен жас парлақ қоя берді. Оның жекесінде бір анықтама тұр. Ол оқуды бітірген соң, сол жылы жол апатына ұшыраған екен. Одан кейінгі мәлімет жоқ, деді мұрағатшы даусын бәсеңдетіп. Бұл сөз Майраның төбесінен жай түсіргендей болды. Жол апаты. Қашан? Қалайша ол ештеңе білмеген. Оның әлемдегі ең жақын, ең қымбат адамы өлім аузында жатқанда, ол өз тәкаппарлығына мас болып, зәулім үйінде шалқып отырған ба? Майраның аяғынан әл кетіп, орындыққа сылқ ете түсті. Ақ орамалы басынан сырғып түсті. Бірақ ол оны байқамады да. Жүрегі қысылып, тынысы тарылды. 20 жыл бойы ішінде қатып қалған мұз
енді еріп оны тұншықтырып бара жатты. Мұрағатшы әйел Майраның сопсыр болып кеткен түрін көріп, орнынан ұшып тұрды. Ол жылдан басып барып, бөлменің бұрышындағы графиннен стақанға су құйып әкелді. «Апай, су ішіңізші, өтінемін, өзіңізді ұстаңыз», деп су толы стақанды Майраның дірілдеген қолдарына ұстатты. Судың салқындығы Майраның саусақтарын қарып өтсе де, ол ештеңе сезер емес. Оның құлағында тек жол апатына ұшыраған деген бір ауыз сөз ғана жаңғырығып, бүкіл санасын жаулап алған еді. Стақандағы су төгіліп, оның еденге тамған тамшылары бөлмедегі ауыр тыныштықты одан сайын үдете түсті. Майра судан бір жұтым ұрттады да көзін жұмды. Көз алдына Олжастың сол күнгі есікті тарс жауып кеткен бейнесі, оның мұңға толы соңғы жанары елестеді. Мен оны қуып жіберген соң, ол апатқа түсті ме? Менің кесірімнен бе? Деген қорқынышты ой миын тіліп өтті. Ол қаншама жылдар бойы ұлын өзі аш қалғанда қайтып келет деп, өз тәкаппарлығының мұнарасында күтіп отырғанда, оның жалғыз құлыны, өмірінің мәні аурухана төсегінде өліммен арпалысып жатқан ба еді. Бұл шындық Майраның кеудесін қысып, демін тарылтты. Қайда? Қай ауруханаға түскенін білуге бола ма? Қандайда бір құжат, анықтама жоқ па? Деді ол жалынған үнмен, дауысы бұзылып. Енді оның бойындағы баяғы менмендік пен биліктің ізі де қалмаған. Ол қазір тек баласын іздеген бейшара анаға айналған еді. Мұрағатшы әйел аяушылықпен қарап, қайтадан компьютеріне үңілді. Ол бірнеше папкаларды ақтарып, қағаздарды парақтады. Содан соң ескірген, сарғайған бір парақты суырып алды. Мұнда студенттің оқу орнынан шығарылуына, немесе дипломын кешіктіріп алуына байланысты дәрігерлік анықтама тіркелген екен. Нөмірі 4-ші қалалық клиникалық ауруханасының мөрі тұр. Диагнозы өте ауыр жазылған. Бас сүйегінің зақымдануы, көптеген сынықтар. Оқиға қараша айының соңында болған, деді мұрағатшы әйел, сөзінің соңын жұтып. Қараша айының соңы. Дәл сол кезде Майра оны үйден қуып шыққан болатын. Олжас сол түні, яғни анасының қарғысқа бергісіз ауыр сөздерін естіп шыққаннан кейін апатқа ұшыраған. Бұл сәйкестік Майраның жүрегіне қанжар болып қадалды. Олжас сол күйзеліспен, көзіндегі жаспен көшеге шығып, жолды байқамай қалған болуы мүмкін бе? Майра орнынан қалай тұрғанын, мұрағатшыға қалай алғыс айтып, есіктен қалай шыққанын өзі де білмей қалды. Университет ғимаратынан сыртқа шыққанда, аспанды қою бұлт торлап, майдалап жаңбыр сіркіреп тұр екен. Күздің суық желі оның сүйегінен өтіп кетсе де, ішіндегі өртті сөндіре алар емес. Майра бұл жолы аялдамаға бармай, жол шетінде тұрған таксилердің біріне отырды. Көлік жүргізушісі, жасы 25-тер шамасындағы, Олжасқа ұқсайтын қаратыры, ашық жүзді жігіт екен. «Қайда барамыз, апа?» деп сұрады ол күлімсіреп. «Нөмірі 4 қалалық ауруханаға балам. Тездетші, өтінемін», деді Майра дауысы қарлығып. Такси орнынан қозғалып, Алматының кептеліске толы көшелерімен жүріп келеді. Майра терезеге қарап, өткен күндердің елесімен арпалысып отыр. Көз алдынан Олжастың балалық шағы, оның алғаш тәй-тәй басқан кезі, мектепке барғандағы аппақ жейдесі, университетке түскендегі қуанышы, бәрі кино таспасындай өтіп жатты. Ол өзінің бүкіл өмірін байлық жинауға, жұрттың алды болуға арнады. Балал ешкімнен кем болмасын деп, оған ең қымбат киімдерді әперді. Бірақ оның жан дүниесіне, жүрегінің қалауына ешқашан үңілмептау. Ол ұлының сүйген қызын, сол бір момын, ияң Айшаны қалай қорлағаны есіне түсті. Жалаң аяқ кедей, қайыршы, ақшаға қызыққан қу түлкі деп, оның бетіне басқан сөздері қазір өзінің бетіне сарт етеп тигендей болды. Аурухананың ауласына кіргенде, Майраның жүрегі орнынан шығып кете жаздады. Бұл жердің ауасы да, иісі де адамға ауыр ой салады. Ақ халат киген дәрігерлер, арбамен науқастарды тасып жүрген медбигелер, қабырғаны сүйеніп жылап тұрған туыстар, мұның бәрі өмір мен өлімнің ортасындағы майдан даласындай көрінетін. Майра тіркеу бөліміне жақындап,
қалтыраған дауыспен мән жайды түсіндірді. Қызым, маған осыдан 20 жыл бұрын қараша айында жол апатымен түскен Олжас Асанов деген науқастың тарихы керек еді. Мен оның туған анасымын. Ол тірі ме? Оған не болды деп жалынды. Тіркеу бөліміндегі жас қыз Майраның мүшкіл халін көріп, оған жұмсақ тілмен жауап берді. Апай, 20 жыл бұрынғы медициналық кітапшалар мұнда тұрмайды. Олар жертөледегі басты мұрағатқа тапсырылған, бірақ ол жерге кіруге болмайды. Мен қазір бас дәрігердің орынбасарынан рұқсат сұрап, мұрағатшыны шақырайын деп телефон тұтқасын көтерді. Жарты сағаттай уақыт Майра үшін жарты ғасырға созылғандай болды. Ол дәліздің бұрышындағы темір орындықта бүктетіліп отырды. Әрбір өткен адам, әрбір ашылған есік оның жүрегін дір еткізеді. Ақыры оған жасы 60-тарды алқымдаған, шашын ақ басқан мұрағатшы кісі келіп, өз-өзінің бөлмесіне бастап апарды. Ол кісі Майраның құжаттарын тексеріп, аты жөнін дәптерге тіркеп алды да, ескі папкаларды іздеуге кірісті. 2006 жылдың қараша айы. Ауыр жарақаттар бөлімі. Міне таптым. Асанов Олжас. 1984 жылы туған, деді дәрігер, қалым, сырты сарғайған папканы үстелге қойып. Майраның демі ішіне тартылып, папкаға қол созды. Бірақ дәрігер кітапшаны өзі ашып, ішіндегі жазуларға көз жүгірте бастады. Апай, сіз дайын болыңыз. Мұндағы жазбалар өте ауыр. Науқас ауруханаға кома жағдайында жеткізілген. Бас сүйек ми жарақаты, омыртқаның зақымдануы, ішкі мүшелердің қатты соққы алуы. Ол 2 апта бойы жансақтау бөлімінде, өлім мен өмірдің ортасында жатқан, деді дәрігер көзін папкадан алмай. Майраның көзінен жас бұршақтай төгілді. 2 апта комада. Оның жалғыз баласы аппаратпен демалып, өмір сүру үшін күресіп жатқанда, ол не істеді? Ол өзінің кең сарайдай үйінде достарын шақырып, неше түрлі тағамдар жасатып, Олжас әлі-ақ алдыма кешірім сұрап келеді деп, тәкаппарланып отырған жоқ беді. Қандай қатыгездік, қандай соқырлық. Сосын не болды? Ол тірі қалды ма деп сұрады Майра, өксігін баса алмай. Дәрігерлердің күшімен ол есін жиған. Бірақ омыртқаның зақымдануына байланысты оған шұғыл және өте күрделі, қымбат ота жасау қажет болған. Бұл ота ол кезде квотамен жасалмайтын, оған үлкен қаражат керек еді, деді дәрігер парақтарды аударып. Мені неге шақырмады? Неге маған хабар бермеді? Менің ақшам бар еді ғой. Мен бүкіл байлығымды сатар едім ғой деп, Майра еңіреп жіберді. Оның даусы аурухананың мұрағат бөлмесіндегі ауыр тыныштықты бұзып, қабырғаларға шағылсып жатты. Бұл жерде түсініктеме бар, деді дәрігер, үнін бәсеңдетіп. Науқас есін жиған кезде өзінің анасына, яғни сізге хабарлауға қатаң түрде тыйым салған. Менің туыстарым жоқ деп жазбаша қолхат берген екен. Бірақ оның қасында басынан бастап бір қыз жүрді. Ол қыздың есімі Айша. Ол өзін науқастың қалыңдығымын деп таныстырған. Айша. Бұл есім Майраның санасында жай отындай жарқ етті. Сол баяғы өзі үйден қуып шыққан, байлығымызға қызығып жүрген қу түлкі деп тілдеген, үстіндегі арзан көйлегін менсінбеген кедей қыз Айша. Ол Олжастың қасынан бір елі ажырамапты. Сол қыз, Айша отаға ақша табалды ма? Не істеді олар? Деп сұрады Майра, жүрегінің дүрсілі құлағына дейін жетіп. Бұл жердегі жазбаларға қарағанда, ол қыз мүмкін емес нәрсен жасаған, деді дәрігер ауыр күрсініп. Ол аурухананың басшылығына жалынып, отаны жасатуға көндірген. Отаның құнын төлеу үшін ол өзінің атына үлкен несиелер рәсімдеген. Сондай-ақ донорлық орталыққа барып, өзінің бір бүйрегін сатуға дейін барған екен. Бірақ оған заң бойынша рұқсат берілмеген соң, ол бірнеше жерде күні-түні жұмыс істеп, ақырында аурухананың еденін жуушы болып жұмысқа кірген. Ай сайынғы тапқан бар тиынын отаның қарызын жабуға аударып отырған. Майраның төбесінен біреу балғамен ұрғандай болды. Ол үстелге жабысып, басын төмен салды. Оның байлығы, оның ақшасы, оның зәулім үйі, мұның бәрі Айшаның бір тамшы көр жасына,
Оның Олжасқа деген шынайы, риясыз махаббатына татымайтын еді. Ол өзінің баласын далаға тастағанда, сол өзі жиіркенген қайыршы қыз оның баласын ажалдан арашалап қалған екен ғой. Олжас, ол қазір жүре ала ма? Олар қайда кетті? Ауруханадан қашан шықты? Майраның сұрақтары бірінен соң бірі төгіліп жатты. Оның көз алдында мүгедек арбасына танылған ұлының бейнесі елестеп, іш құрылысы өртеніп бара жатты. Ота сәтті өткенімен, оңалту процесі өте ұзаққа созылған. Бұл жердегі соңғы жазба 2007 жылдың көктемінде жазылыпты. Науқас ауруханадан балдақпен шыққан. Оларды сол Айша деген қыз алып кеткен. Мекенжайы ретінде мына бір ескі жатақхананың адресі көрсетіліпті. Дәрігер кітапшаның соңғы парағындағы көк сиямен жазылған мекенжайды Майраға көрсетті. Алматы қаласының шетіндегі жұмысшылар кентінде орналасқан бұрынғы зауыт жатақханасының адресі еді бұл. Майра дірілдеген қолмен сол парақты сипады. Бұл оның жалғыз үміті, 20 жылдық қараңғы түнектен алып шығар жалғыз жарық сәулесі болатын. Ол дәрігерге алғысын жаудырып, орнынан әзер тұрды. Оның тізелері бүгіліп, басы айналса да, бойында түсініксіз бір күш пайда болғанда еді. Ол ұлын табу керек. Ол Айшаның алдына барып, тізерлеп тұрып, кешірім сұрау керек. Егер олар оны кешірмесе, есіктерінен қуып шықса да, Майра бұған лайық екенін толық түсінді. Ауруханадан шыққанда жаңбыр басылып, бұлттардың арасынан күннің әлсіз сәулесі көріне бастады. Бірақ Майраның ішкі дүниесіндегі дауыл тоқтаған жоқ. Ол қайтадан такси ұстап, қағаздағы көрсетілген мекенжайға бет алды. Жол бойы ол өзінің 20 жылдық өмірін ой елегінен өткізді. Ол кім үшін байлық жинады, кімге мақтанды? Оның қымбат жиһаздары мен алтын бұйымдары оның жүрегіндегі бостықты толтыра алды ма? Жоқ. Адамға адам ғана, оның ішінде өз қанынан жаралған баласы ғана пана бола алатынын ол тым кеш, тым ауыр бағамен ұқты. Такси қаланың орталығынан ұзап, шеткі аудандардың біріне келді. Мұндағы көшелер тар, жолдары шұңқырлы, үйлері ескеді. Майра өзінің зәулім үйінен шығып, мұндай жерге алғаш рет келуі. Көлік ұзын, сор түсті, қабырғалары сырылған 4 қабатты ескі жатақхананың алдына тоқтады. Бұл ғимараттың сыртқы көрінісінің өзі мұң мен жоқшылықтан хабар беріп тұрғандай. Майра таксиден түсіп ғимаратқа үрейлене қарады. 20 жыл бұрын оның олжасы осы жерге балдақпен жаралы күйінде келген екен ғой. Ол ауырық адамдармен жатақхананың ішіне кірді. Дәліздегі тамақ пен ылғалдың араласқан иісі, қабырғадағы сыпырылған сылақтар, ортақ ас бөлмесіндегі шәйнектер, мұның бәрі Майраның жүрегін сыздатып жіберді. Оның жалғыз ұлы, үлкен империяның мұрагері осындай жерде өмір сүрді ме? Ол 3-ші қабатқа көтеріліп, қағаздағы 45-ші бөлмені іздеді. Міне, сол есік. Сырты ескі дермантинмен қапталған, тұтқасы тозған қоңыр есік. Майра есіктің алдында тұрып, терең дем алды. Оның қолдары қалтырап, жүрегі кеудесін жарып шығардай соғып тұр. Ол не айтады? Олар оны қалай қабылдайды? Егер бұл бөлмеде басқа адамдар тұрса ше? Осы ойлар оның миын торлап алды. Бірақ кері шегінер жол жоқ еді. Ол жұдырығын түйіп, есікті ақырын қақты. Ешкім жауап бермеді. Ол тағы да, бұл жолы қаттырақ қақты. Іштен біреудің аяқ киімін сүйретіп келе жатқан дыбысы естілді. Есіктің құлыбы сыртылдап ашылып, табалдырықта орта жастағы, үстіне қарапайым халат киген, шашын түйіп алған әйел көрінді. Ол Майраға таңырқай қарап, «Сізге кім керек?» деп сұрады. Майраның демі үзіліп кете жаздады. Бұл әйел Айша емес еді. Маған Олжас Асанов керек. Ол осы бөлмеде тұратын ба еді? Немесе Айша деген әйелді танисыз ба? Деді Майра, үміті үзіле бастаған дауыспен. Әйел қабағын шытып, есікті кеңірек ашты. Асанов дейсіз бе? Жоқ, біз бұл бөлмені осыдан 10 жыл бұрын сатып алғанбыз. Бізге дейін кім тұрғанын білмеймін. Бірақ комендант апай білуі мүмкін. Ол 1-ші қабатта отырады. Содан сұрап көріңіз, деп есікті жауып алды. Майраның ішіндегі соңғы үміті сөне бастағандай болды. 10 жыл бұрын көшіп кеткен.
олар қайда баруы мүмкін? Ол баспалдақпен төмен түсіп, коменданттың бөлмесін тапты. Комендант толықша келген, көзілдірік таққан, алдындағыға қағаздарға үңіліп отырған әйел екен. Майра оған жардайды түсіндіріп, өзінің кім екенін, 20 жыл бойы баласын іздеп жүргенін айтқанда, комендант әйелдің жүзіне аяушылық ұялады. Олжас пен Айша дейсіз бе? Иә, есімде қалды. Олжас өте сыпайы, білімді жігіт еді. Басында балдақпен жүрді. Кейін Айшаның күтімінің арқасында аяғына тұрып кетті. Айша байғұс өте еңбекқор еді. Таң атқаннан кеш батқанша жұмыс істеп, Олжастың дәрі-дәрмегін табатын. Олар осында біраз жыл тұрды. Сосын комендант әйел кідіріп қалды. Сосын не болды? Олар қайда кетті? Өтінемін, айтыңызшы. Майра үстелді екі қолмен ұстап, алға қарай ұмтылды. Олжас қатты ауырды. Оның ескі жарақаты сыр беріп, жұмыс істей алмай қалды. Ал Айша екі қабат еді. Олар бұл жердің ақысын төлей алмайтын болған соң, Айшаның ауылына, яғни Алматы облысындағы кішкентай бір ауылға көшіп кеткен. Содан бері оларды көрмедім, деді комендант әйел. Майраның көз алды қарауытып кетті. Оның ұлы ауылда ауру күйінде. Ал Айша аяғы ауыр күйінде, жоқшылықта өмір сүруге мәжбүр болған. Бұл шындық Майраның бүкіл өзегін өртеп, ішіне шоқ салғандай болды. Комендант әйел Майраға Айшаның ауылының атауын жазып берді. Майра бұл қағазды жүрегіне басып, көшеге шықты. Ол енді артқа шегінбейтінін, ауылға барып, өз қателігінің құнын қандай жолмен болса да өтейтінін іштей бекітті. Өкініштің ауыр жүгі оның ойғын басса да, аналық махаббат оған жаңа күш бергендей еді. Алматыдан шыққан ескі такси тас жолмен жүйткіп келеді. Майра артқы орындықта бөк түсіп, терезеден сырғып өтіп жатқан табиғат көріністеріне көз алмай қарап отыр. Қаланың биік ғимараттары мен қымбат көліктері артта қалып, олардың орнын ескірген ауыл үйлері, шаңы бұрқыраған дала жолдары басты. Бұл көріністер Майраның ішкі жан дүниесіндегі қаңыраған бостықпен үндесіп тұрғандай еді. Ол өзінің бүкіл өмірін, жиғаған терген байлығын, тәкаппарлығын осы шаң басқан жолғаға тастап кеткісі келді. Жолдың бұдырына түсіп, селкілдеген скисойын көліктің іші дірілдеп қояды. Әрбір діріл Майраның жүрегіне иненің ұшындай қадалып, өткен күндердің ауыр елестерін қайта оятып жатты. Егер сол күні Олжасты үйден қумағанымда не болар еді деген ой, оның миын кемірумен болды. Ол өзінің кең сарайдай үйінде, жалғыздықтан қабырғамен тілдесіп отырғанда, оның қанынан жаралған ұлы, осындай жұпыны ауыр жолдармен жүріп, өмір сүру үшін күресіп-тау. Айшаның сол өзі менсінбеген кедей қыздың ерлігі Майраның көкірегін өркеп жібергендей болды. Өз бүйрегін сатуға дейін барып, еден жуып, Олжасты ажалдан арашалақ қалған Айшаның алдында Майра өзін жердегі құрттан да төмен сезінді. Ол байлығымен мақтанғанда, Айша өзінің жанымен, таза жүрегімен мақтан алатын еді. Енді міне, сол қайыршы деп қорлаған қыздың алдына кешірім сұрап, бас июге бара жатыр. 2 сағатқа созылған жол Майраға тұтас бір ғасырдай көрінді. Ақыры такси Алматы облысына қарасты кішкентай, тау баурайында орналасқан ауылдың кіреберісіне келіп тоқтады. Бұл ауыл қаланың шуылынан мүлдем алыс. Өз тіршілігімен, өз мұңымен өмір сүріп жатқан тыныш мекен екен. Жол шетінде ескі дүкен, оның жанында бірнеше ауыл адамдары әңгімелесіп тұр. Майра көліктен түскенде, күздің ызғарлы желі оның бетін қарып өтті. Ақ орамалын мақтап тартқан, ол дүкеннің алдында тұрған адамдарға қарай жасқан шақтап қадам басты. Оның үстіндегі қымбат пальтосы мен қолындағы былғары сөмкесі бұл ауылдың жопыны көрінісіне мүлдем үйлеспейтін еді. «Сәлеметсіздер ме, шырақтарым?» деді Майра дауысы дірілдеп. Әңгімелесіп тұрған 2-3 кісі сөздерін кілт тоқтатып, бұған таңырқай қарады. «Сәлеметсіз бе, апай? Жол болсын», деді іштеріндегі жасы үлкендеу, үстіне ескі фуфайка киген кісі. Мен осы ауылдан бір адамдарды іздеп келіп едім. Осыдан 10 жылдай бұрын көшіп келген болуы керек. Асанов Олжас, және оның келіншегі Айша. Танисыздар ма? Деді Майра,
үміт толы жанармен оларға телміріп. Адамдар бір-біріне қарап, үнсіз қалды. Олардың жанарларындағы түсініксіз мұң мен аяушылық Майраның жүрегін суырып алғандай болды. Жаңағы фуфайка киген кісі ауыр күрсініп басын шайқады. Айшаны танимыз, апай. Ол кісі ауылдың шетіндегі көк шатырлы ескі үйде тұрады. Мектепте еден жуушы болып істейді ғой. Өте еңбекқор, момын келіншек, деді ол бәсең дауыспен. Ал Олжас ше? Олжас қайда? Ол жұмыста ма? Майраның дауысы қаттырақ шығып кетті. Ішіндегі қорқыныш оның алқымынан қысып бара жатты. Ауыл адамы көзін төмен салып, тамағын кенеді. Олжас бауырымыз осыдан 7 жыл бұрын қайтыс болған, апай. Ол осында көшіп келгенде-ақ денсаулығы жоқ, арбаға таңылған күйдеді. Айша байғұс оны 3 жыл бойы балаша бақты, дәргерге тасыды. Бірақ ажалына дауа болмады. Бейіті осы ауылдың шетіндегі қорымда, деді ол. Бұл сөздер Майраның төбесінен құйылған қорғасындай болды. Олжас қайтыс болған. 7 жыл бұрын. Майраның көз алды қарауытып, құлағы шымылдап кетті. Ол теңселіп барып, дүкеннің алдындағы ағағаш орындыққа сылқ ете түсті. Екі қолмен бетін басып, дауыс салып жылап жіберді. Оның зарлы үні бүкіл ауылды жаңғырықтырғандай болды. Құлыным-ай, Олжасым-ай, менің кесірімнен кеттің ғой. Мен өлтірдің ғой сені. Деп ол кеудесін ұрғылап жылады. Оның 20 жылдық сағынышы, кеудесін тескен өкініші, енді ешқашан орны толмас үлкен қайғыға айналған еді. Ол өз баласын тірі күнінде бір рет көруге, оның маңдайынан иіскеп кешірім сұрауға үлгермеді. Тәкаппарлықтың кесірінен ол өз қанынан жаралған жалғыз мұрагерін өз қолымен көрге тыққанын толық сезінді. Ауыл адамдары оны жұбатуға тырысып су әкеліп берді. Бірақ Майра ештеңені естігісі, ештеңені көргісі келмеді. Оның ішіндегі өмір сүруге деген соңғы үміті сөніп қалғандай еді. Бірақ кенеттен оның құлағына фуфайка киген кісінің келесі сөздері жетті. Апай, өзімізді бекем ұстаңыз. Олжастың артында тұяғы қалды ғой. Айша екеуінің бір ұлы бар. Есімі Асан. Қазір 10 жасқа келіп қалды. Түрі дәл әкесінен айнымайды. Соған шүкір етіңіз, деді ол. Асан, немерем. Майра бұл сөзді естігенде басын жұлып алды. Көзіндегі жасты сүртіп, жаңағы кісіге қадала қарады. Олжас өзінің әкесінің, яғни Майраның марқұм күйеуінің атын баласына берген екен ғой. Осыншама қорлық көріп, далаға қуылса да, ол өз әкесін, өз тамырын ұмытпаған. Бұл жаңалық Майраның өліп бара жатқан жүрегіне кішкентай ғана жарық сәулесін түсіргендей болды. Ол орнынан әзер көтеріліп, сөмкесін қолын алды. Маған сол үйді көрсетіп жібермішші, өтінемін, деді ол, жалынған үнмен. Ауыл адамы оған жолды нұсқап, ауылдың шетіне қарай бастады. Батпақты, тар көшемен жүріп келе жатқан Майраның әрбір қадамы ауыр еді. Ақыры олар ескі, сылағы түскен, шатыры қисайған, кішкентай ғана үйдің алдына келді. Ауласы таза сыпырылған, бір бұрышта отын жинаулы тұр. Есік алдындағы ескі ағаш, орындықта бір бала отыр еді. Майраның жүрегі тоқтақ қалғандай болды. Бұл бала дәл Олжастың бала күніндегі көшірмесі сияқты еді. Қап-қара шашы, үлкен мөлдір көздері, тіпті отырысына дейін аумай қалған. Баланың үстіндегі киімі ескілеу болса да өте таза жуылған. Ол қолындағы кішкентай ағаштан бірдеңе жонып отыр екен. Майра көзінің жасын көлдетіп, қақпаны ақырын ашты. Баспалдақпен баяу басып, балаға қарай жақындады. Бала бөтен адамды көріп, орнынан тұрды да, үлкендерше салмақты үнмен, «Сәлеметсіз бе, әже? Кімді іздеп жүрсіз?» деп сұратыс. Әже? Бұл сөз Майраның тұла бойын шымырлатып жіберді. Ол бұл сөзді естуді 20 жыл бойы армандаған еді. Ол баланың алдына тізерлеп отыра кетті де, оның кішкентай, бірақ жұмыстан қатайған қолдарын өз қолын алды. Бала шошып кетіп, қолын тартып алмақшы болды. Бірақ Майра оның қолдарын бетіне басып, еңіреп жылап жіберді. Құлыным, көзімнің ағы мен қарасы, Асан, мен сенің әжеңмін ғой.
сенің әкеңнің анасымын, мені кешірші мені құлыным, деп ол баланың қолдарын сүйе берді. Бала түк түсінбей, көздері шарасынан шыға таңырғап тұрды. Ол өмірінде ешқашан әжесін көрмеген, әкесінің туыстарар туралы ештеңе білмейтін. Дәл осы кезде ескі үйдің ағаш есігі сықырлап ашылды. Есік алдына қолына сүлгі ұстаған әйел шықты. Бұл Айша еді. Оның шашын ерке ақ басқан, жүзінде ауыр бейнеттің, шексіз қайғының керен әжімдері қалған. Ол небәрі 40-тан жаңасқан болса да, 60-тағы кемпірдей көрінетін. Айша босағада Майраны көріп, тұрған орнында қатып қалды. Оның қолындағы сүлгісі жерге түсіп кетті. Екі әйелдің жанарлары 20 жылдан кейін қайта түйісті. Бірақ бұл жолы Майраның жанарында баяғы тәкаппарлық пен жеркеніш емес, тек қорқыныш, өкініш және жалыныш бар еді. Майра орнынан әзер көтеріліп, Айшаға қарай бір қадам жасады. Оның тізелері бүгіліп, сөйлеуге шамасы келмей тұрды. Айшаның көздерінен ешқандай жек көрушілік байқалмады. Оның жанарында тек керең мұң мен таңғалыс қана тұр еді. Айша, айналайын Айшам. Майраның даусы қарлығып шықты. Ол Айшаның алдына барып, оның аяғына құлады. Батпақты жерге тізерлеп отырып, Айшаның ескі етік киген аяқтарын құшақтап алды. Кешір мені. Менің жазамды Құдай берді. Мен баламды өз қолыммен өлтірдім. Мен ақмақ болдым, соқыр болдым. Менің бар байлығым сенің бір тырнағына да татымайды екен ғой. Сенің алдыңда иттей болып өлейін, тек мені кешіре көрші, деп Майра жер бауырлап жылады. Бүкіл аулаға тек Майраның өкінішті өксігі ғана естіліп тұрды. Айша үнсіз қалды. Ол 20 жыл бойы көрген азабын, ол жастың ауру төсегінде қиналып жатқанда, анашымды бір көрсем ғой деп жылаған түндерін, оның өлер алдындағы соңғы демін есіне алды. Оның жүрегінде қаншама жылдар бойы қатып қалған мұз бар еді. Бірақ дәл қазір аяғына жығылып, топыраққа аунап жатқан 70-тегі кемпірді көргенде, оның да көзінен жас бұршақтай төгілді. Бұл кездесу ешкімге қуаныш әкелген жоқ. Бұл тек кешіккен өкініштің, орны толмас қателіктің ең ауыр көрінісі еді. Батпақты ауланың ортасында, тізесінен құлап жер бауырлап жатқан 70 жастағы Майраның бейнесі кім-кімнің де сай сүйегін сырқыратарлықтай еді. Оның үстіндегі қымбат шетелдік пальтосы балшыққа малшынып, басындағы аппақ орамалы сырғып түсіп, бурыл шаштары күзгі желмен жылқына желбіреп жатты. Ол өзінің бүкіл ғұмырында жинаған тәкаппарлығын, жалған намысын, менмендігін осы ауылдың қара топырағына мәңгілікке көміп жатқандай еңіреп жылады. Мені кешір, мен өлтірдім деген сөздері оның тамағына кептеліп, жан түршігерлік ыңырсуға айналды. 20 жыл бойы кеудесін керіп, ешкімге бас имеген Биби ханымның дәл осылай, өзі бір кездері қайыршы деп қорлаған кедей қыздың аяғына жығылуы тағдырдың ең қатал, ең әділ үкімі болатын. Айша үнсіз қалды. Оның жанарынан жас моншақтап төгіліп жатты. Бірақ ол дауыс шығарған жоқ. Оның ішінде неше түрлі сезімдер арпалысып жатқан еді. 20 жыл бұрын осы әйел оны қорлап, үйінен қуып шыққанда, ол өзін қаншалықты дәрменсіз сезініп еді. Олжас екеуі көшеде қалғанда, аурухананың суық дәліздерінде түн қатып жүргенде, бір жапырақ нанға зар болған кездерінде осы әйелге деген реніші қаншама рет оянды десеңізші. Бірақ Айшаның жүрегінде кек жоқ еді. Оның таза, мөлдір болмысы еш қашашан біреуге жамандық тілеуді білмейтін. Ол жерде жатқан Майраның қалтыраған иықтарына қарап, іштей қатты қиналды. Қанша дегенмен, бұл оның сүйікті Олжасының анасы ғой. Олжас өмірінің соңына дейін осы ананы сағынып өтті емес пе? Айша баяу ғана еңкейіп, Майраның балшыққа батқан қолдарынан ұстады. Оның жұмыстан қатайған, тілім-тілім болған саусақтары Майраның жұмсақ қолдарын қысып, жоғары қарай тартты. Тұрмыз апа, бұлай жерде жатпаңыз, тоңып қаласыз, деді Айшаның дауысы дірілдеп. Оның үнінде ешқандай зілде, кекетіп мұқату да жоқ еді. Тек шексіз шаршау мен аяушылық қана сезіліп тұрды. Майра басын көтеріп Айшаның көздеріне қарады.
сол баяғы мөлдір, кінәсіз көздер. Бірақ қазір бұл көздерде жастық шақтың оты емес, ауыр тағдырдың мұңы тұнып тұр еді. Майра Айшаның көмегімен орнынан әзер көтерілді. Оның тізелері бүгіліп, аяғында тұруға шамасы келмей, Айшаның иығына сүйенді. «Үйге кірейік, апа, мұнда тұруға болмайды, көршілер қарап тұр», деді Айша ақырын ғана. Ол Майраны қолтықтап, кішкентай ескі үйдің ішіне қарай бастады. Есік алдында тұрған кішкентай Асан бұл көрініске үндемей, тамырқай қарап тұрды да, үлкендердің соңынан еріп ішке кірді. Үйдің іші өте кішкентай, небәрі 2 бөлмелі ғана екен. Кіреберістегі тар дәлізде отын мен көмір тұр, ал төргі бөлмеде ескі темір керует, ортада кішкентай дөңгелек үстел және пеш бар. Пештің ішінде от лаулап жанып, бөлмеге жылылық таратып тұр екен. Үйдің іші жыпыны болғанымен, бәрі мұнтаздай таза, қабырғалары әктелген, едені жуылған. Майраның көзі бірден төрдегі қабырғаға түсті. Онда кішкентай ағаш сөре ілулі тұр, ал сөренің үстінде Олжастың үлкен суреті қойылған. Суреттің жанында кішкентай шам жанып тұр. Қасында Олжастың студент кезінде таққан сағаты мен балдағы сүйеулі тұр. Бұл бөлмедегі ең қасиетті, ең құрметті орын осы бұрыш екені көрініп тұрды. Майра суретке жақындап барып, баласының күлімсіреп тұрған бейнесін көргенде, қайтадан өксік қысып, кеудесін ұстап қалды. «Олжасым, менің қарағым», деп күбірледі ол. Суретті сипағысы келіп қол созғанымен, қолы жетпей, дірілдеп төмен түсті. Ол өзін осы суретке жақындауға, баласының жүзіне тура қарауға лайықсыз сезінді. Айша үнсіз ғана Майраның үстіндегі балшық болған пальтосын шешіп алды. Оны кіреберістегі шеге келіп, пештің үстіндегі шәйнекті алды. «Апа, төрге шығып отырыңыз, қазір ыстық шай берем, бойыңыз жылысын», деді ол. Майра ескі ағаш орындыққа отырып, айналасына көз салды. Ол өзінің Алматыдағы кен сарайдай үйін, қымбат хрусталь люстраларын, жұмсақ жиһаздарын есіне алды. Ол сол үйде жалғыздықтан өртеніп, қабырғамен тілдесіп отырғанда, оның қанынан жаралған ұлы мынадай кішкентай, суық үйде, балдаққа сүйеніп өмірден өткен екен-ау. Бұл ой оның жанын жегідей жеп, өкініштің азабын еселей түсті. Айша үстел үстіне кішкентай дастархан жайып, 2 кесе, нан және кішкене қант қойды. Бұл олардың күнделікті ішіп жейтін жалғыз тамақ екені көрініп тұрды. Кішкентай Асан дастарханның шетіне келіп, үндемей отырды. Оның көздері әлі де Майрадан жасқанып, әрбір қимылын бақылап отыр. Майра дірілдеген қолмен шайды алды, бірақ бір жұтымда іше алмады. Оның тамағына тас кептеліп қалғандай еді. Ол кесені үстелге қойып, Айшаға жалынышты жанармен қарады. «Айша, айналайын, маған бәрін айтып берші. Ол қалай ауырды? Олжасының соңғы күндері қалай өтті? Ол мені қарғап кетті ме? Мені жек көріп өлді ме?» деп сұрады Майра, дауысы үзіліп. Айша терезеге қарап ауыр күрсінді. Оның көз алдынан өткен күндердің ауыр естеліктері тізбектеліп өтіп жатты. Ол шайын қолына алып, баяу дауыспен әңгімесін бастады. «Апа, Олжас сізді ешқашан жек көрген емес. Оның жүрегінде ешқандай кек болған жоқ. Біз үйден кеткен түні ол қатты күйзелісте болды. Жолды байқамай көлік апатына ұшырады. Дәрігерлер оның өмірі үшін ұзақ күресті. Ол комадан оянғанда ең бірінші сіздің атыңызды атады. Анашым деді. Бірақ ол сізге хабарлауға қатаң тыйым салды. Анам менің мына мүгедек шарасыз халімді көрмесін. Оның онсыз да жүрегі ауырады. Мен оның алдына тек аяққа тік тұрып, өз күшіммен жеткенде ғана барам деді. Ол сізді қорғағысы келді, апа». Майра бұл сөздерді естігенде үнсіз егіліп жылады. Оның ұлы, оның алтын құлынды өлім аузында жатып та анасын ойлаған екен ғой. Ал ол ше? Ол сол кезде өзі қайтып келеді деп тәкаппарланып отыр демес пе? Ауруханадан шыққан соң біз жатақханада тұрдық, деп жалғастырды Айша. Олжас балдақпен жүрді. Бірақ рухы мықты еді. Ол үйде отырып аударма жасап, кішкене болса да ақша табуға тырысты. Біз бақытты едік, апа. Ақшамыз аз болса да, бір-бірімізге деген махаббатымыз бізді ұстап тұрды. Сосын менің аяғым ауыр болды.
Асан дүниеге келгенде, Олжастың қуанышында шек болған жоқ. Ол баласына өз әкесінің атын берді. Менің балам әкемдей момын, мейірімді болсын деді. Бірақ Айшаның дауысы үзіліп, көзінен жас парлады. Бірақ Асан 1 жасқа толғанда, Олжастың ескі жарақаты сыр бере бастады. Омыртқасындағы темір конструкциялар жылжып кетіп, оның 2 аяғы мүлдем істемей қалды. Ол арбаға таңылды. Қалада тұру бізге қиынға соқты. Дәрі-дәрмекке ақша жетпеді. Жатақхананың ақысын төлей алмадық. Содан осы менің туған ауылыма, марқұм әжемнен қалған осы ескі үйге көшіп келдік. Мен мектепке еден жуушы болып кірдім. Түнделетіп, көршілердің кірін жуып, нан тауып жүрдім. Олжас үйге Асанға қарап, онымен ойнап отыратын. Ол ешқашан тағдырына шағымданбады. Бірақ мен оның іштей қатты қиналып жүргенін көретінмін. Майраның жүрегі қан жылап отырды. Олжас, оның ханзададай өсірген ұлы арбаға танылып, мына суық үйді, әйелінің тапқан тиын тебеніне қарап отыруға мәжбүр болған. Оның жаны қандай азап шекті екен. Ол өзінің қалалық зәулім үйін, жылы бөлмесін, анасының қасындағы қамсыз күндерін қанша мәрет армандады екен. Мені неге іздемедіңдер? Неге маған айтпадыңдар? Мен бәрін сатар едім. Мен оны шетелге апарып емдетер едім ғой. Айша, неге маған бір ауыз хабар бермедің? Деп Майражан ұшыра айғайлап жіберді. Оның даусында өзіне деген ыза мен шарасыздық бар еді. Айша Майраға сабырмен қарады. Мен бірнеше рет сізге бармақшы болдым, апа. Бірақ Олжас рұқсат бермеді. Егер сен менің анама барып ақша сұрасаң, мен сені ешқашан кешірмеймін деп ант ішкізді. Ол сіздің алдыңызда жеңіліп, бейшара болып көрінгісі келмеді. Ол өзінің таңдауы үшін, мен үшін жауапкершілікті соңына дейін өз мойнымен көтерді. Ол нағыз еркек еді, апа. Сіз өте мықты, намысты ұл тәрбиелепсіз. Майра басын үстелге қойып, өксіп жылады. Оның баласының намысы мен анасының тәкаппарлығы екеуінің арасына мәңгілік қорған тұрғызған екістен. Олжастың соңғы күндері өте ауыр болды, деп сөзін жалғастырды Айша, көз жасын сүртіп. Оның ішкі ағзалары істен шыға бастады. Ол өзінің кететінін сезді. Түнде аурудан қиналғанда, ол мені оятып алмасын деп, көрпені тістеп жататын. Мен оның қасында жылап отырғанымда, ол менің қолымнан ұстап, Айша, мен сенімен өткен әрбір күніме ризамын. Мен ештеңеге өкінбеймін. Тек бір ғана арманым қалды. Анашымның иісін бір рет иіскеп, оның даусын бір естісем, арманым жоқ еді дейтін. Бұл сөздер Майраның кеудесіне оқ болып қадалды. Олжас оны күткен екен. Ол анасының келетініне үміттенген екен. Соңғы аптасында ол есік сықырлаған сайын, терезеден біреу өткен сайын, басын көтеріп қарай беретін. Айша, анам келе жатқан жоқ папа, қарашы дейтін. Мен далаға шығып, жолға қарайтынмын, бірақ жол бос болатын. Ол жанары мөлдіреп, терезеге қарап жатып, үзіліп кетті, апа. Ол өлер алдында маған, егер күндердің күнінде анам бізді іздеп келсе, оған айт. Мен оған ешқашан ренжіген емеспін. Мен оны қатты жақсы көремін. Ол менің кінәмді кешірсінші деп аманат етті. Майраның көз алды тұманданып, есінен танып қала жаздады. Оның ұлы оны кешірген. Олжас оған кектенбей, керісінше одан кешірім сұрақ кеткен. Бұл неткен ғаламат мейірім, бұл неткен кен жүрек. Майра өзінің қандай қасқыр жүректі, тас бауыр адам болғанын енді толық, түбегейлі түсінді. Ол өзінің менмендігімен баласын тірідей өлтіріп, оның соңғы арманын, анасының мейірімін көру арманын тартып алған еді. Ол орнынан атып тұрып, төрдегі суретке қарай ұмтылды. Суретті қолына алып, бауырына қысты. Олжасым, құлыным, мені кешір. Мен сенің алдыңда кінәлімін. Мен сенің өмірімді ұрладым. Мен неге сол кезде өлмедім? Неге сенің орныңа мен жатпадым сол көрде? Деп Майра үйдің ішін басына көтеріп жоқтау айтты. Оның жан айқайы үйдің қабырғаларын дірілдетіп жібергендей болды. Айша да дауыс шығарып,
жылап жіберді. Осы кезде үстел басында үнсіз отырған кішкентай Асан орнынан тұрды. Ол ақырын басып Майраның қасына келді. Баланың жанарында қорқыныш емес, әкесіне тән терең бір мейірім бар еді. Ол кішкентай, жып-жылы қолдармен Майраның балшық болған пальтосынан тартып, оның бетіндегі жасты сүртті. «Әже, жыламаңызшы, әкем сізді көктен көріп тұр ғой». «Ол жылағанды жақсы көрмейтін», деді бала, таза, шыңғырлаған дауыспен. Майра баланың сөзін естігенде селт етті. Ол суретті кеудесіне қысып тұрып, Асанға қарады. Бұл Олжастың жалғасы, оның қаны, оның көзі еді. Майра баланы құшағына алып, оның шашынан иіскеді. Баланың иісі дәл Олжастың балалық шағындағы иісінде еді. Бұл иіс Майраның өліп бара жатқан жанына кішкентай ғана өмір нәрін сепкендей болды. «Құлыным, менің жалғыз тұяғым, мен енді сендерді ешқашан тастамаймын, ешқашан. Мен барлық кінәмді жуып шаямын. Мен сендер үшін өмір сүремін», деп күбірледі ол, баланы құшағынан босатпай. Майра көзін сүртіп, Айшаға бұрылды. Оның жанарында бұрын соңды болмаған жаңа бір жарық, үміт пен шешім пайда болған еді. «Айша, қызым, менің сөзімді бөлмей тыңдашы. Мен білемін, менің күнәмді 1000 рет жусам да ақталмаймын. Сенің алдыңдағы, Олжастың алдындағы қарзымды бүкіл өмірімді берсем де өтей алмаймын. Бірақ өтінемін, маған бір мүмкіндік берші. Менің Алматыдағы үлкен үйім қаңырап бос тұр. Мен ол үйде жалғыздықтан өліп барамын. Сендер мына суық үйде, жоқшылықта өмір сүруге тиіс емессіңдер. Олжасымның рухы бұған риза болмайды. Асан оқып, үлкен азамат болуы керек. Өтінемін, менімен бірге қалаға жүріңдер. Менің үйім енді сендердікі. Мен тек сендердің қастарында, Асанның қызығын көріп, саған көмектесіп, аналық борышымды өтегім келеді. Маған осы бір ғана жақсылық жасашы, Айша. Мені кешірші», деп, Майра қайтадан Айшаның алдында бас иді. Айша үнсіз қалды. Оның жүрегіндегі мақтаныш пен намыс оны кері тартты. Ол 20 жыл бойы өз күшімен өмір сүріп үйренген еді. Майраның байлығы, оның үйі Айшаға ешқашан керек болған емес. Бірақ ол Асанға қарады. Асан өсіп келеді. Оған жақсы білім, жақсы болашақ керек. Олжас та баласының үлкен азамат болғанын қалар еді. Оның үстіне, мына алдында жалынған кәрі ананың түрі мүсіркеп, қарарлықтай бейшара күйде еді. Егер ол бас тартса, бұл кемпірдің өмірі осымен аяқталатынын Айша іштей сезді. Айша терезеге қарап ұзақ ойланды. Ауылдың үстінен күзгі бұлттар көшіп, жел терезені жұлқылап жатты. Үйдегі пештегі оттың сытырлаған үні ғана осы ауыр үнсіздікті бұзып тұрды. Майра демін ішіне тартып, Айшаның аузынан шығар бір ауыз сөзді, өзінің өмірін не өлімге, не өмірге бұратын үкімді күтіп отырды. Егер Айша жоқ десе, Майраның бұл дүниеде жасайтын ешбірісі, барар ешбір жер қалмайтын еді. Үйдің ішіндегі ауыр үнсіздік пышақпен кескендей біраз уақытқа созылды. Керезе сыртында күзгі жел ызыңдап, ескі шатырдың қаңылтырын сатырлатып жатты. Пеш ішіндегі оттың сытырлаған дыбысы мен қабырғадағы ескі сағаттың тік-тік еткен үні ғана Майраның жүрегінің дүрсілімен жарысып тұрғанда еді. Ол Айшаның аузынан шығар бір ауыз сөзге, өзінің тағдырын шешетін үкімге қарап, демін ішіне тартып мүсіркеп отырды. Егер Айша жоқ десе, Майраның өмірі осы кішкентай ауылдың батпақты көшесінде аяқталатындай көрінді. Оның кен сарайдай үйі де, банктегі есепшоты да, сандық толы алтындары да, дәл осы сәтте мына жұпыны киінген, қолы тілім-тілім болған келіншектің бір ауыз кешіріміне татымайтынын ол өте терең түсінген еді. Айша терезеге қарап ұзақ ойланды. Оның көз алдынан өткен 20 жылдық азапты өмірі тізбектеліп өтті. Олжас екеуінің Алматының көшесінде томып жүрген кездері, аурухананың суық дәлізінде таң атырған түндері, бір жапырақ нанды бөлісіп жеген күндері, бәрі де осы қарсы алдында басын төмен салып, еңіреп отырған әйелдің кесірінен болған еді. Айшаның жүрегіндегі әйелдік намыс, адамдық мақтаныш оған
кешірме, ол бұған лайық емес деп сыбырлағандай болды. Бірақ ол қабырғадағы Олжастың суретіне қарады. Суреттегі Олжас өзінің баяғы мейірімді, кеңпейіл күлкісімен қарап тұр екен. Олжас ешқашан кек сақтауды білмейтін. Ол өлеу өлгенше анасын сағынып, оған деген махаббатын жүрегінің төрінде сақтап өтті. Егер Олжас тірі болса, ол анасын есіктен қуып шығар ма еді? Жоқ, әрине, ол құшағын жайып қарсы алар еді. Айша ауыр күрсініп Майраға бұрылды. Оның жанарындағы мұң сейіліп, орнына керең бір парасаттылық, адамгершіліктің ұлы нұры ұялағандай болды. «Апа», деді Айшаның дауысы бәсесең, бірақ өте нық шығып, «сіздің байлығыңыз, зәулім үйіміз маған ешқашан керек болған емес. Біз Олжас екеуміз сол байлықсыз-ақ әлемдегі ең бақытты адамдар болдық. Біздің үйіміз суық болғанмен, жүрегіміз жылы еді. Мен сіздің үйімізге дүниеге қызығып бармаймын. Олжас мені кедейліктен шығару үшін емес, мені сүйгені үшін таңдады. Бірақ...» Айша кішкентай Асанның басынан сипады. Бірақ мына баланың болашағы бар. Олжас ұлының үлкен азамат болғанын, жақсы білім алғанын қатты армандаушы еді. Мен өз намысымды Олжастың аманатынан биік қоя алмаймын. Және де Олжас сізді қатты жақсы көрді. Егер мен сізді осы суық далада жалғыз қалдырсам, Олжастың рухы маған риза болмайтынын білемін. Біз сізбен бірге барамыз, апа. Бірақ бір шартым бар. Сіз ол үйде маған келін ретінде емес, Олжастың аманаты ретінде қарайсыз. Мен сіздің алдымызға қызметші болып бармаймын. Мен ол үйге Олжастың жары, Асанның анасы ретінде кіремін. Бұл сөздер Майраның құлағына Тәңірдің берген ем ұлы сыйында естілді. Ол орнынан ұшып тұрып, Айшаны құшақтап алды. Оның көзінен аққан жас Айшаның иығын сулады. «Қызым, айналайын Айшан, сен қандай кең едің. Менің таш жүрегім сенің алтын жүрегіңнің қасында түкке тұрмайды екен ғой. Мен саған қызметшім болайын. Мен сенің табаныңды жуып шейін. Тек мені жалғыз қалдырмасаңдар болды». Үй де сенікі, барлық жиған тергенім де сенікі. Тек Асанымның қасында, сендердің қастарыңда болсам болды, деп Майра еңіреп жылады. Ол келіннің маңдайынан, қолынан сүйіп, өзінің шексіз ризашылығын білдірді. Келесі күні таңертең ауылдың үстін сұр бұлт торлап тұрды. Майра, Айша және кішкентай Асан үшеуі жолға шығуға дайындалды. Айша көп зат алмады. Кек Олжастың киімдері, оның кітаптары мен бірнеше қарапайым бұйымдарын ғана кішкентай сөмкеге салды. Олар үшін ең құнды зат Олжастың естелігі еді. Бірақ олар Алматыға жүрмес бұрын Майра бір жерге баруды өтінді. Бұл оның 20 жыл бойы ішін өртеп келген азабының ең соңғы, ең ауыр нүктесі Олжастың бейіті еді. Үшеуі ауылдың шетіндегі тау баурайында орналасқан ескі қорымға келді. Күздің суық желі бейіт басындағы қураған шөптерді тербеп, адамның жанын түршіктіретіндей ызыңдап тұрды. Төбесіне ай орнатылған, кемірмен қоршалған қарапайым ғана зираттың алдына келгенде Майраның аяғынан әл кетті. Құлпытаста Асанов Олжас Асанұлы 1984-тен 2019-ға дейін деген жазу қашалып жазылған екен. Суретінде сол баяғы 25 жастағы күлімсіреп тұрған жарқын бейнесі. Майра Құлпытасты көргенде тізердеп отыра кетті. Ол екі қолымен суық тасты құшақтап бетін басты. Оның дауысы қорымның ішін жаңғырықтырып, тау тасқа жеткендей болды. «Құлыным, менің алтын балам, мен келдім саған, анаң келді, кешіктім балам, кешір мені. Мен сені осы суық жерге өз қолыммен жатқыздым ғой, мен сенің өмірімді қидым ғой. Сен соңғы деміңе дейін мені күтіпсің, ал мен сенің қадіріңді білмедім. Менің байлығым, менің намысым, сенің бір тал шашына да татымай кекен ғой құлыным. Сенсіз өткен 20 жылым тозақ болды балам». Майра басын топыраққа ұрып, еңіреп жылады. Оның жоқтауы кез келген тас жүректі ертендей ауыр еді. Айша үнсіз көзін сүртіп, Асанды құшақтап тұрды. Майра Құлпытастағы Олжастың жүзін сипап, онымен тірі адаммен сөйлескендей тілдесті. «Сен маған Айшадай алтын келін,
асандай батыр ұрпақ қалдырыпсың. Мен оларды енді еш қашан жылатпаймын, құлыныным. Мен олардың табанына кірген шөңгені маңдайыма қадаймын. Сен тыныш жат балам. Сенің аманатың енді менің мойнымда. Мен өзімнің қалған өмірімді кек солар үшін, сенің рухың үшін сүремін, деді ол, дауысы қарлығып. Дәл осы кезде қою бұлттардың арасынан күннің бір шуағы сытылып шығып, Олжастың құлпытасына түсті. Бұл табиғаттың тылсым белгісіндей, Олжастың рухы анасын кешіріп, оған жоғардан күлімсіреп қарап тұрғандай сезілді. Майра топырақты сүйіп, орнынан баяу көтерілді. Оның ішіндегі 20 жылдық ауыр тас осы топыраққа сіңіп кеткендей, жаны сәл де болса жеңілдеп қалған еді. Олар Алматыға қайтып келді. Үлкен, қызыл кірпіштен қаланған зәулім үй оларды үнсіз қарсы алды. Бірақ бұл жолы Майра бұл үйге бұрынғыдай Биби ханым, қатал қожайын болып кірген жоқ. Ол есікті ашып ішке кірген бойда, өзінің үстіндегі қымбат пальтосын шешіп, Айшаның қолындағы ескі сөмкені өзі алды. Қызым, төрлет, бұл енді сенің үйім. Мына кең бөлмелер, мына дүниенің бәрі сендердікі, деді Майра кішіпейілділікпен. Ол үйдің ең үлкен, ең жарық бөлмесін, өзінің бұрынғы жатын бөлмесін Айша мен Асанға босатып берді. Өзі үйдегі ең кішкентай, күн түсетін бұрыштағы қарапайым бөлмеге көшті. Айша басында қысылып, бұл үлкен үйге үйренісе алмай жүрді. Бірақ Майра оған ешқандай билік жүргізбеді. Керісінше, оның әрбір қадамын аялап, оған нағыз қамқор ана бола білді. Ол өзінің бұрынғы тәкаппар достармен, байлыққа қызыққан таныстармен байланысын үзіп, өмірін толығымен отбасына арнады. Үйдегі қымбат хрусталь ыдыстарды, керексіз қымбат жиһаздарды сатып, түскен ақшаны Олжастың атынан ауруханадағы жағдайы төмен науқастарға қайырымдылық ретінде аударды. Ол енді байлықтың не екенін жақсы білетін еді. Арада 5 жыл өтті. Алматының шетіндегі еңселі үйдің ауласы қазір мүлдем басқаша. Бұрынғыдай тып-тыныш, суық емес. Аулада алма ағаштары гүлдеп, гүлзарларда түрлі түсті гүлдер жайқалып тұр. Көктемнің шуақты күні. 75-ке келген Майра апай, үстіне қарапайым мақта көйлек, алдына алжапқыш тағып, ауладағы жазғас үйде бауырсақ пісіріп жатыр. Оның жүзінде баяғы қаталдықтың ізде қалмаған, көздері мейірімге толы, әжімдерінің өзі адамға жылдық сыйлайтындай. Қақпа сықырлап ашылып, аулаға 15 жасқа толған, бойы ұзын сымбатты Асан кіріп келді. Ол мектептен қайтып келе жатыр екен. Иығында сөмістерес бар, жүзі дәл әкесіндей жайдарлы. Әже, мен келдім, кеп дауыстады ол, Майраға қарай жүгіріп келіп. Ол әжесін құшақтап, маңдайынан сүйді. Айналайын құлыным, келдің бе? Қарнын ашты ма? Қазір ыстық бауырсақ дайын болады. Қолымды жуып кел, деді Майра, баланың шашынан иіскеп, оның әрбір қимылына сүйсіне қарап. Осы кезде үйден жұмыстан қайтқан Айша шықты. Ол қазір жақсы бір мекемеде есепші болып жұмыс істейді. Үстіндегі талғанмен киілген қарапайым көйлегі оның сұлулығын аша түскен. Айшаның жүзіндегі баяғы ауыр мұң сейіліп, оның орнына бақытты әйелдің, ардақты ананың сенімділігі ұялаған. Апа, неге пештің басында өзіңіз жүрсіз? Мен келгенше күте тұрмадыңыз ба? Деді Айша күлімсіреп, Майраның қолындағы ожауды алғысы келіп. Жоқ қызым, сен жұмыстан шаршап келдің ғой. Мен үйде отырып не істеймін? Өз немереме, өз келініме өз қолыммен тамақ пісіріп бергеннен артық қандай бақыт бар маған? Сендер барып киімдеріңді ауыстырыңдар. Шай дайын, деді Майра бәйек болып. Дастархан басында үшеуі отырып, күліп ойнап шай ішті. Асан мектептегі жаңалықтарын айтып, әжесін күлдіріп жатыр. Айша оларға қарап, іштей жаратушыға шүкіршілік етті. Майра төрде тұрған Олжастың суретіне көз тастады. Суреттегі Олжас, олардың осы бақытты сәттеріне қарап, көктен ризашылығын білдіріп тұрғандай еді. Майра іштей, көрдім бе құлыным? Сенің аманатың маған өмір сыйлады. Сенің кешірімің менің таш жүрегімді жібітіп, маған нағыз бақыттың не екенін ұғындырды. Мен енді ешқашан жалғыз емеспін, деп күбірледі. Өмір үлкен мектеп.
Ол адамды байлығымен, мансабымен емес, жүрегінің кеңдігімен, кешірім бере алу қабілетімен сынайды. Майра өзінің 20 жылдық тәкаппарлығының құнын өте ауыр, өте қайғылы жолмен өтеді. Бірақ ол өз қателігін түсініп, тәубасына келген күні, оған өмір қайтадан есігін ашқан еді. Бұл өмірде ақша да, атақ та, зәулім сарайлар да уақытша нәрсе. Ал адамның артына қалдыратын жалғыз өлмейтін байлығы, ол мейірім, кешірім және ұрпақ махаббат екенін Майра енді мәңгілікке түсінген болатын.